Лос-Анджелес қаласынан қарапайым қазақтың баласы Жасұлан. Америкаға келген бетте пәтерді қалай жалдау керек және де қазақтардың тұрғылықты жерін көрсететін боламын. Қазақтар не үшін бұл жерге көп шоғырланған? Ең бастысын ұмытып бара жатырмын, бұл жердің бағасын айтайын. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Америка құрама штаттары Лос-Анджелес қаласынан қарапайым қазақтың баласы Жасұлан. Бүгінгі видеода Америкаға келген бетте пәтерді қалай жалдау керек және де соның қыр-сырларымен бөлісетін болам. Оған қоса осында Лос-Анджелес қаласында тұратын қазақтардың тұрғылықты жерін көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін тамашалап, өз пікірлеріңізбен бөлісіп, лайктарыңызды басуды ұмытпаңыздар. Жалпы Америкада жекеменшік үйінің болмауы бұлар үшін өте қатты үлкен проблема емес. Көпшілігі пәтерді жалға алып өмір сүре береді. Қартайғанда арнайы қарттар үйіне барып тұру олар үшін қалыпты жағдай. Бұл олардың, қалай айтсам болады, мобильді өмір сүру салты мен менталитетінің ерекшелігі десек те болады. Пәтердің жалға беру бағасы негізі Калифорнияда өте қымбат, яғни Америка бойынша өте қымбат болып есептеледі. Мысалы, Лос-Анджелесте бір бөлмелі пәтер ең арзаны $1400-1500 доллардан басталады. Бір бөлмелі дегеніміз ол біздегі Қазақстандағы 2 бөлмелі пәтер. Бұндай бағадағы үйлер көбіне қаланың бір шетінде немесе қауіпсіздік жағынан қолайсыз болуы мүмкін. Осыншама қымбат бағаны әлеуметтік аз қамтылған халқы қалай көтереді деп ойласаңыз, оларға, яғни табыс көзі аз адамдарға арнайы жалға беру бағдарламалары қарастырылған. Және кейбір штаттарда лотерея арқылы да пәтерге аз төлеу мүмкіндіктері қарастырылған. Мемлекет тарапынан жыл сайын әр қалалар мен аудандарда affordable house, яғни қолжетімді баспана салынып отырады. Қала әкімшіліктері құрылыс компанияларымен бірігіп жұмыс жасайды. Көбінде тұтынушылар қара және испан нәсілділер. Төлейтін арендалық қаржы сіздің табысыңызға байланысты болғандықтан, жұмыс істемей мемлекет мойнында отырған адамдар өте көп деп айтсам болады. Кемшілігі ретінде жұмыс істеуге деген мотивациясы жоқ адамдар санының артып кеткенін айтуға болады. ақш-қа келген соң пәтерді қалай жалдаймыз? Өзім тұратын Калифорния бойынша айтып берейін, пәтер жалдаудың түрлі жолдары бар. Пәтерді жалдау үшін не керек? Ең бастысы ол әрине қаражат. Яғни көрпеңізге қарай көсілесіз бұл жерде. Мен сіздерге бөтен елге келіп қалтаңыздың қағылмауын және барынша аз уақытта пәтер жалдаудың жолдарын айтып берейін. Біріншіден, сізге тұратын районыңызды анықтап алу керек. Содан соң пәтерді іздеуге кірісесіз. Пәтерді елде жүрген кездің өзінде іздеп бастасаңыз болады. Facebook желісінде Америкадағы қазақтардың парақшаларын тауып аласыз. Көбінесе барлық ірі қалаларда қазақтардың Facebook'та парақшалары бар. Сол жерге жазып іздесеңіз болады. Бойдақ болсаңыз, пәтер табу қатты қиындыққа соқпайды. Себебі осындай парақшалардың өзінде бөлмелерін жалға беретін адамдар жеткілікті. Немесе ұзақ уақытқа тұратын пәтер тапқанша Airbnb арқылы бір бөлмені жалдап тұрсаңыз болады. Бұл сайт әлем бойынша өте танымал, қонақ үйлердің бағасына қарағанда бағалары әлдеқайда арзан болады. Ұзақ мерзімге жалға берілетін пәтерлерді Trulia және де Zillow деген сияқты сайттар арқылы іздесеңіз де болады. Егер сіз отбасылы болсаңыз, онда пәтер іздеу жолы сізге сәл өзгеше болады. Ақшаңыздың да сәл көбірек кететіні де анық. Өз басым жоғарыда айтқанымдай,
Facebook'тен қазақтардың парақшасын тауып, сол жерден бір қазақ отбасының жатын бөлмесін бір аптаға жалдадық. Сөйтіп, жергілікті сайттарға кіріп, іздестіруді бастадық. Көруге келіскен үйлеріміздің бірі көңілден шығып жатса, бірі құжаттардың аздығынан өтінішімізді қабылдамады. Құжат демекші, толығымен пәтерді өз атыңызға келісімшарт жасасқыңыз келсе, ең әуелі сізден сұрайтын ең бірінші құжат ол Social Security Number деп аталады. Сол құжат арқылы сіздің қаншалықты пәтерді ай сайын төлеуге қауқарыңыздың жететінін, яғни кредиттік тарихыңызды білетін болады. Бір қазақты кездестіріп қалдым, мені қараңыздар. Ассалаумағалейкум. Қанша қазақ тұрады мұнда? Много. Много, да? Мынау алаң. Таңертең балалармен осында серуендеуге шығады, жүгіруге шығады кейбір адамдар. Мына жерде күн ыстықта волейбол ойнайды. Таңертең қазақтар немесе күндізгі уақытта балалармен бірге серуендеуге шықса, американдықтар иттермен серуендеуге шығады. Жалпы қазақтар білмеймін енді бірінші қазақ қай уақытта көшіп келгенін бұл жерге, бірақ дәл қазіргі сәтте енді санаған жоқпын қанша қазақ бар екенін, бірақ 50 пәтерде қалсақ, 50 пәтерде кемінде бойдақтары бар, отбасылылар бар, тағысын тағы, сонымен бір 100-ден асып кететін шығар шамамен. Бұл комплекстің аты Арсений деп аталады. Қазақтардың арасында бұны әзілдеп Нұрсини деп атайды. Жалпы қанша қазақ тұратын айтатын болсам, шамамен бұл жерде жаңағы айттым, 40 пәтер бар болса, оның арасында отбасылылар бар, тағысын тағы бойдақтар бар, бәрі бірігіп тұратындары бар. Бір 100-ден асып кететін шығар. Лос-Анджелес бойынша қазақтардың барлығы өз жерде тұрады деп айта алмаймын. Себебі басқа да райондарда тұратын қазақтар бар, ал дәл осы комплексте Лос-Анджелес бойынша ең көп қазақтар тұратын жер деп айтсам болады. Жалпы Лос-Анджелестегі қазақтардың өздерінің WhatsApp-та чаты бар. Сол чатта қандай да бір көмек керек болып жатса, біреулерге бірдеңені іздеп жатса, бірдеңені сатып жатса, немесе пәтер іздегенде, көлік іздегенде, немесе басқа да бір сұрақтар мазалайтын болса, сол чатқа жазады. Қазақтар барынша көмектесуге, ақпарат беруге тырысады. Осы комплексте тұратын жігіттердің бөлек чаты бар. Баскетбол ойнауға аптасына 1-2 мәрте жиналып, ой сергітіп, баскетбол ойнап тұратын жайымыз бар. Бұл комплекс 3 бөліктен тұрады дедім ғой жаңа. Бірінші, екінші, үшінші болып бөлінеді. Және де әр қайсысына тиесілі өзінің бассейні, тренажерлы залы және де баскетбол алаңы бар. Ең бастысын ұмытып бара жатырмын, бұл жердің бағасын айтайын. Бір бөлмелі пәтерлер $2100-дан 2200-ден бар. Және де екі бөлмелі пәтерлер 2600-2700-дің шамасында. Және де оларға қосылатын қосымша ай сайын коммуналдық қызмет ол $100 мен $200-ның арасында болады. Бұл баға Лос-Анджелес үшін, Калифорния штаты үшін қалыпты болып есептеледі. Кейбіреулеріңіз ойлауыңыз мүмкін, арзан үйді табуға болатын шығар, жаңағы бассейнсіз, тренажерлық залсыз, баскетбол алаңсыз, ондай үйлерді табуға болады, бірақ қатты айырмашылық болмайды. Себебі бұл жақта жыл 12 ай жаз болғандықтан көбінесе 80% үйлердің барлығында бассейн болады, тренажерлы залы болады. Сондықтан қатты айырмашылық болмайды. Бағалары $100-200-дің шамасында ғана.
ассалаумағалейкум. Қазақсың ба? Қалайсың? Кім баласың? Ахат. Ахат? Жақсы, сәлем айт оған. Қазақтар не үшін бұл жерге көп шоғырланған деген сұраққа жауап беретін болсақ, біріншіден бұл үйдің менеджерлері көп құжатты талап етпейді, депозитті көп сұрамайды, $500 шамасында, және де қаланың ортасында орналасқандықтан ары бері қозғалып тұруға өте ыңғайлы. Бүгіндікке осы. Сіздерге менің видеом ұнады деген үміттемін. Ұнап жатса достарыңызбен бөлісіп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де пәтер жалдауға қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз болып жатса, міндетті түрде комментарийге жазыңыздар. Барынша жауап беруге тырысамын. Ендеше келесі кездескенше сау болыңыздар.